Баршаларыңызға сәлем. Бүгін маған өте қатты әсер еткен салауаттың оқиғасымен бөліскім келіп тұр. Және де бұл салауатты мен почти бір айдай айттым. Сосын ойланып жүрдім, бөлісейін ба, бөліспейін ба деп. YouTube'дан іздедім. Бұл салауат туралы онша информация жоқ екен қазақ аудиториясына. Өзбек аудиториясынан көрдім, басқа ұлттардікінен көрдім да. Және де көптеген мықты отзывтарды. Одан кейін бір оқиға болды өмірде. Осы салауатты айту сол кезде ойыма келді. Жүрегіме Алла Тағала салды. Және де сол салауатты айттым. Өте ұзақ, бірақ өте көп уақытты да алады. Бір күнде 500-ге жеткізудің өзі қандай қиын болды да, бірақ результат өте мощный болады екен ше. Және де ол салауатты айтқан кезде әр адам, қандай адам қинап тұр, сол адамның өзі айтқан дұрыс. Менің орныма айт, мен үшін дұға ет дегеннен гөрі адамның өзі айтқан кезде әсері өте мощный, өйткені қатты керек мұқтаж адам өзі айтуы қажет болады. Яғни оның историясымен бөлісейін сіздерге. Бір ғалым болады осы исламда, және де ол кемеде корабль сияқты кетіп бара жатады, жанында адамдар бар. Бір кезде қатты дауыл басталып кетеді, ана адамдардың барлығы қатты шоши бастайды. Және де ол дауылдан почти ешкім аман қалмаған екен. Тарихта ше, ол әлемдік өте ауыр дауыл екен да. Сол кезде сол ғалым ұйықтап қалады, түсінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көреді. Сол кезде осы салауатты айт деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол ғалымға айтады. Сөйтіп ол салауатты ол бүкіл кемедегі адамдарға айтады, және де ол салауатты 1000 рет айту қажет екен. Сол кезде Аллах Тағала жеңілдігін береді екен. Ол адамдар бәрі қосылып 300 ретке жеткен кезде дауыл тоқтап, кейін жағаға қарай шығып, барлығы аман қалыпты, яғни ешбір адам қайтыс болмаған екен. Және бұдан нені түсінуге болады? Күнне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі 1000 рет айт деп тұр. Өте қиын апаттардан, өте қиын ситуациялардан құтқарады дейді. 1000 рет айту мүмкін, бірақ оңай емес. 5-6 сағатты тоқтамай айтса алуы мүмкін. Прям ешқандай тамақ жемей сөйтіп айтса тоқтамай 5-6 сағат алуы мүмкін. Бірақ 300 ретке, 500 ретке жеткізгеннің өзінде де мықты результаттар болады. Яғни оның қандай результаты болды? Бірінші, іштен қатты уайымдап, қорқып, қорқыныш, сондай болды. Іштен сынып қалатындай болды, менде шанс жоқ деген сияқты ше. Сондай кезде бірінші күн айтқан кезде сенімділік берді. Яғни депрессиядан сразу бір күнде шығарды. Ана іштегі боль, ауыртпалық бәрі кетті. Екінші күн айтқан кезде уже сразу жұмысқа деген ынта пайда болып, өмірде нормальный болып, настроение де жақсы болып, күліп солай жүре берді да. Яғни ішкі адам негізі іштен сынбау қажет. Іштен сынса, ол кезде өмірде сырттан өте қиын болады. Сондықтан да салауат бірінші іште емдейді, одан кейін барып сыртқы көріністері жайлап байқала береді. Бірақ бұл салауат айтқан кезде адамға тұрақтылық та қажет. Яғни адам бүкіл харам нәрселерден бас тартып, өсек, өтіріктен бас тартып, харам, тамақ барлығынан бас тартып, Аллаға деген всегда бір байланыста жүру қажет болады. Және де үнемі осы салауат айту арқылы Аллах Тағаламен байланыста мықты болып, иншалла Алланың көмегімен ішкі жан дүниеде и сыртқы ситуацияларда өзгере бастайды екен. Бұл салауат, айтпақшы атын айтпаппын ғой, салауат тунжина деген. Мен қазір неға қойып кетемін. Скриншот жасап алыңыздар. Ұзақ аудармасы да тұр, я. Және де бұны тоқтамай айта беріңіздер ше. 100-ге жеткізіңіздер, хотя бы күніне 100 рет айтыңыздар, 500, 1000-ға жеткізсеңіздер вообще күшті болады. И иншалла результатымен комментарийда бөлісіңіздер. Басқа адамдарда оқып, өздеріне мотивация болып, оларда да сөніп бара жатқан үміті пайда болуын Аллах Тағала нәсіп етсін деп тілеймін. Және де бұл салауат туралы тағы да өзбектердің несінен көрдім дедім ғой, YouTube-да уағыздар айтылады өзбек ұлттарының. Сол кезде айтқан бір адам қатты бір жала жабылып, түрмеге дейін кетейін деп айтқан кезде, осы салауат айтқан кезде күніне прям 1000 рет айтқан екен, бүкіл ситуациясының бәрі жеңіл шешілген екен, және дәрежесі жоғарылаған екен. Сондықтан да осы салауатты осындай безвыходный деген ситуация кезінде айтуға сіздерге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, сақтап алыңыздар, достарыңызға жіберіңіздер. Мүмкін оларға да өте қатты қажет болып жатқан шығар осы.